Сан ғасырлар бойы халқымыз ұлы дала заңдарын қастерлеген. Атам заманнан бері ұлтымыздың билері арнайы ережелерді бекітіп, олар бойынша өмір сүрген. Тарихқа үңілер болсақ, есімізге Тәуке ханның жеті жарғысы, Қасым ханның қасқа жолы түседі. Тәуелсіз Қазақстанның негізгі заңы ол әрине Конституция. Биыл барша қазақстандықтар ата заңымыздың мүшел тойын сән салтанатымен атап өтуде. Петропавлда бұл мерекелік шарадан қалыс қалған жоқ. Басталаңда қала өнерпаздары сахна төрінен ән мен биден шашу шашса, облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының этномәдени орталықтары қолөнер туындыларын жұрт назарына ұсынды. Кілем акула. Міне, көрдіңіз ғой? Мынау қойдың мүйізі, қойдың жауырыны, мына бұқаның мүйізі, мынау қойдың нелері. Соны бұлай нетіп, қосып, қарап, сосын басқа салып, ойлайсың түні бойы. Сосын балары көрсетіп, сызып нет баш, мына жерге, мына жақта жона ғой, мынаны адам сияқты сырла, әдемілеп сүгірет сала ғой, сонда жасап береді. Конституция елдігіміздің, егемендігіміздің нышаны. Оны қастерлеп тұту әр азаматтың міндеті. Ата заңымызды құрметтеген қалалықтар мерекелік шаралардан қалыс қалмауға тырысты. Әр тұрғын игі тілектерін жолдауға асықты. Мына мереке бәрімізге құт береке әкелсін, жақсылық әкелсін. Осы балаларға тыныштық болсын. Ауыз біріншілік болсын. Иә. Осылай бақытты өмір сүруге Алла нәсіп етсін. Қазақстан жұртын бүгін ата заң мерекесімен құттықтаймыз. Елімізде тыныштық, береке болсын. Халықты мына келіп қалған Конституция күнімен құттықтаймыз. Бәріңізге денсаулық тілеймін. Елбасы аман болсын, елде тыныштық болсын, жақсылық болсын. Мереке күнінде бал фестивалі ұйымдастырылды. Облыс кәсіпкерлері өз тауарларын тұрғындарға ұсынды. Ал паркте алтын күз көрмесі өтті. Қалалықтар өз қолдарымен жасаған туындылары мен күз сыйларын көрсете алды. Облыстық тарихи өлкетану мұражайы маңында шағын фото көрме ұйымдастырылды. Мұнда тарих парақтарынан сыр шертер, бейнесуреттер көрсетілді.